Армысыздар, қазақ елі. Енді мен бүгінгі бір өздеріңіз білесіздер, бір жер туралы алдында да эфир жасап жүрдік, атағымыз деп. Мен енді тағы да бір ойымды айтқым келеді. Мысалы, бүкіл әлемді алып келе жатқан қазір үлкен бір глобалды түрде дамып жатқан бір жағдайлар бар. Олар мысалы урбанизация дейді. Бұл қалаландыру, барлық адамдардың бәрін қалаға шоғырландыру. Бұл мысалы дамыған елдерде, демократиялық елдерде әсіресе жақсы үрдіс алған бұл бір іс, жаңағы жаппай осындай қозғалыстар қалаландыру жүріп жатыр. Адамдардың барлығын қалаға жинап алу. Өйткені қалада тұру арқылы сен мысалға заводың бар, басқасы бар, мысалға сен жұмыс істейсің, жұмыс істеу арқылы сен өндіріс экономиканы көтересің. Мысалға ауыл жерлерге мысалға алысқа жол апарғанша, о жаққа жарық, электр жүйесін апарғанша, телефоны бар, басқасын су апарғанша барлығын жинап алу қалаға. Ол өте үнемді, және жаңағы ол қалалы жерлерде заводтар тұрғызуға болады, темір жол жақын деген сияқты, вокзал бар, бүкіл жан-жақтың барлығын ыңғайландырылған. Бұл жүйе тек қана ақша табуға, экономиканы көтеруге бағытталған, бірақ адамның жағдайын жасауға бағытталмаған. Бұл өйткені ол жерде, қалалы жерде өздеріңіз білесіздер, су таза емес, ауа таза емес, жаңағы тамағы тағы да таза емес, улы, барлығы химиялық қоспалармен жасалып жатыр мысалға. Содан кейін цифрализация деген, чипирование деген шықты қазір. Чипирование. Бұл әзірге жай сөз емес. Қытайда қателеспесем 20%-ына бұл жасалды мысалы. Ол жай ғана уколмен ба беріледі, болды, сол адамның бойына барып дариды. Сосын адам ол компьютермен оның не істеп жүр, қай жерде жүр, барлығын біліп отыратын болады. Жаңа чипирование арқылы адамның бойына не қояды мысалға. Чипті қойғаннан кейін ол адамның жаңағы қай жерде жүр, не істеді, жұмыс істей ме, істемей ме, қаншалықты уақыт жұмыс істейді, қанша уақыт демалады, бұның барлығы белгілі, барлығын біліп отыратын болады, жаңа чип арқылы. Бұл деген сөз өзімізді өзіміз жаңағы бұғауға салып береміз деген сөз. Онда бұл еркіндік дегеннің барлығы бұл атымен жоғалады мүлдем. Сосын электронды ақша деген шықты. Электронды ақша бұл тағы да жаңағы экономиканың оңтайландыру, мысалға ақшаның жүруіне қауіпсіздігі, оны шығару, оны шығынын азайту деген сияқты. Ол ақшаны өндіру, оны тасымалдау, оның бәрі ақша, уақыт. Осы жағынан ол оңай болғанымен, бірақ тағы да мысалға осы сіздің карточкаңыз ғана бар, мысалға шағын ақшаңыздың бәрі қанша миллион болсын, миллиард болсын, әлде жүздеген мың болсын, ол соның ішінде ғана тұрады, және өте ыңғайлы. Бірақ сонымен қатар бұл өте қауіпті. Қай жағымен қауіпті? Өйткені сіздің ақшаңыз өзіңізде болмайды, ол банкте тұрады. Сіздің ақшаңыз қағаз емес, кәдімгі қолыңызда тұрған заттай ақша емес, ол электронды ақша. Сондықтан ол ақшаның билігі сізде болмайды. Ол кез келген уақытта мысалы бір кнопканы басу арқылы бүкіл ақшаны жойып жіберуге болады, болмаса бүкіл ақшаның баратын жолды жауып тастауға болады. Оған қол жетімсіз қылуға болады. Осы арқылы да адамдарды басқаруға өте ыңғайлы, өте оңай. Былайша айтқанда, бұның барлығы түптеп келгенде осы ақша мен билік, әсіресе билікті бүкіл адамзаттың үстіне шығып басқаруға өте ыңғайлы жағдайлар жасалып жатыр. Бұдан әріде мысалға бизнесмендер, кәсіпкерлер, олар енді роботизацияға көшеді, мысалға. Жұмыскерлердің орнына роботтарды алады, сатып алады, өйткені оған ол ауырмайды мысалға. Мынадай карантин болған уақытта да оның жұмысы тоқтамайды дегендей мысалға. Осы жақтарынан келгенде де адам ұтылайын деп тұр мысалға. Қарапайым халық ұтылады. Оның жағдайы кейінге кетеді, болмаса ол өзін-өзі бұғауға салады. Бұның барлығы соңғы уақытта өте қарқынды дамып жатыр. Соңғы бір 3-4 жыл ма, 4-5 жыл ма, адам біз естіп, оны қорытып үлгере алмай жатырмыз қазір мысалы. Бірінен соң бір үстіне келіп басып жатыр. Әсіресе мінекей мынау коронавирус деген ауру пайда болғалы, енді бір неше түрлі сұмдықтар мысалы.
Бұның барлығы ертең іске асқан жағдайда, толыққанды іске асып, чипированиясы жасалып, роботизациясы болып, мысалы ол да жасалып, бүкіл қалаларға адамдар жинап, мысалы осы жағдайлар жасалса, біз таза еркіндіктен айырыламыз. Ол бейшара құлға айналамыз. Шыныменен солай, осындай жағдайға түсеміз. Және бізде түбегейлі, мысалы биліктің, үкіметтің жалдауымен, жасауымен жүріп жатқан бізде ұлттық болмысты жою деген жүріп жатыр. Мысалы үш тілді кіргізу, оны балабақшадан бастау деген сөз, ол сұмдық нәрсе. Мысалы біздің алашордашылар 13 жасқа дейін әр адам, әр бала өз ана тілінде дәріс алу керек, өз ана тілінде сөйлеу керек, өз ана тілінде тәрбие алу керек, мектепте сол өз тілінде оқу керек. Осыны мақсат қылған. Содан кейін ғана барып басқа тілді үйретуге болады. Неше тіл үйренемін десе де, ол 13 жасқа дейін әбден ол қалыптасады, ұлттық болмысты қалыптастырады бойына. Содан кейін барып кез келген тілді үйрене берсін. Ал бізде олай емес. Бізде балабақшадан, мысалы 2-3 жастан, 3-4 жастан бастап басқа тілдерді үйретеді. Ол 3-4 жасар әлі өз тілінде ұғып үлгерген жоқ. Мысалы басқа тілдерді үйрету, ол енді дүбәрә бір ұлт жасау да, дүбәрә халықты жасау. Және біздің мына ертегілерге болсын, жаңағы біздің руханиятымызды, бізді ұлттық болмыста тәрбиелейтін біздің балаларымыздың санасына ертегі арқылы тәрбие береміз. Осы ертегілеріміздің өзіне нұсқан келген жан-жақты бізде кәдімгі руханиятты жою жұмыстары жүріп жатыр. Оған кәдімгі үкімет өздері тапсырыс беру арқылы жасап келе жатыр. Бұл да мысалы дұрыстап зерттеп қарасаңыздар, осыдан 10 шақты жыл бұрындары да басталып кеткен. Мысалға Европа елдерінде барлығы дамыған, бәрі тамаша, ақша бар, біз де соны жасаймын деп отырмыз, бірақ ол жақта кемшіліктер де бар. Біз соны өзімізге келтірмеуге тырысуымыз керек. Ол кемшіліктер, мысалға демократиялық елдерде мәдениет болғанымен, мәдениет бар, бүкіл жерде мәдениетті, бүкіл жерде олар өте жаңағы тәртіпті сақтайды, мәдениетті сақтайды, бір-біріне кішіпейіл дегендей заңнан аттамайды, бірақ ол жақта руханият жоқ, қарапайым, құндылық. Анау ақылсыз, қалай дейді, мейірімсіз адамның білімді болғаны қауіпті дейді ма мысалы? Бұл жерде руханият дегеніміз жүректің мейірімі. Ол қарапайым, жанұядағы мейірім, адамгершілік, адалдық, мысалы әкеге, үлкенге деген құрмет, мысалға кішіге деген ізет дегендей, басқа адамға деген құрмет, адами қасиеттер. Бұлар ол жақта бар деп айта аламыз ба? Мен оған күмәнім бар. Міне, осы жақтарынан келгенде бізде жаңа 1 гектар жер атақоныс үлкен шешім әкеледі. Босының барлығынан түгелдей өзіңді еркін алып шығуға мүмкіндік тудыратын идея осы 1 гектар жер атақоныс. Атақоныс, мысалға біз ауыл мен қаланы салыстыру арқылы да атақоныстан бір мағлұмат, бір жаңағы бейнесін сезінуге болады, мысалы түсінуге. Мысалға қалалы жерде бізде не? Қалалы жерде бізге жұмыс істеуге ыңғайлы. Жұмыс істеуге ыңғайлы, заводыңыз бар, барлығы бар, мысалы, оңай барып қайтасыз дегендей. Сосын мәдениет жағынан, мысалы, театрларымыз бар, бүкіл, мысалы, кинотеатрлар бар, басқа нелер бар, мысалы, мәдениет сарайлар бар. Ал енді мектеп, балабақша, кез келген үйірмелер, мысалы, балаңызды оқытуға, үйретуге, дамытуға бұл жерде барлығы бар. Спортқа да бағытталған нелер бар, мысалы, спорт залдар, болмасаңдай үлкен-үлкен. Қай жағынан болсын, қалалы жер адамның жаңағыдай ақша табуына, оның білімнен дамуына, жан-жақтан өзін өркендетуге мүмкіндіктер күшті бар. Бірақ қалада таза ауа жоқ дегендей, жаңа айттым ғой басында, осылардың барлығы жоқ, және қарапайым адами қасиеттер қалалы жерде дамымайды. Сіз ауыл жерге барсаңыз, ауылдың адамдар қарапайым болып келеді. Осы үйіне де еркін кіре аласың, мысалға дастарханның басында да емін еркін отырасың дегендей, құшағы кең, қарапайым сондай адамдар ауыл жерде. Ал қалалы жерде барлығы есепке бай, жаңа негіздерге кішкене тәкаппарлық дегендей, болмаса мынау барлығы бір керемет, бір мәдениетті, былайша айтқанда. Ал рухани, адами қасиеттер, мысалы, ол ауылды жердің адамында көбірек болады, мысалы. Бір мысал, осыдан 100 жыл бұрынғы бабаларымыздың мейірімділігі мен адамгершілігін қазіргі
қазақ қазіргі адамдардың соның ұрпақтарының мейірімділігі, адамгершілігі жағынан екеуінен қайсысы адамгершілігі мол болды деп ойлайсыз? Мысалы біздегі мешіттер көп, бірақ иманды адамдар бар ма? Мысалы рухани қуатты, көзі ашық, сондай бір намысшыл сондай адамдар бар ма қазір? Өте аз қазір. Ал біздің жаңағы осыдан ерте жыл 2 ғасыр бұрынғы бабаларымыздың рухани қуаты өте керемет болды. Өте керемет болды олар. Намысшыл, өзінің есесін бермейтін, өзін ешкімге таптатпайтын, жаңағы басынан сөз асырмайтын дегендей. Сондай жігерлі, намысты, көзі ашық, және ертеде бабаларымыз осыдан сол 2 ғасыр, 1 ғасыр бұрын олар айтқанды жаттап алатын сондай қағілез, сондай не болған саналар. Оның өзі қазір жүйкенің жұқарғандығы, мысалы осы жаңа жүйкеге деген өте үлкен ауыр зардаптар, салмақтар түсіп жатқан, ол адамды рухани шаршатады, адамды рухани аздырады. Былайша айтқанда кішкене кез келген психикасы кішкене бұзылған деп айтуға да болады. Былайша айтқанда, өйткені кез келген нәрсені біз еске сақтау қабілеттеріміз нашарлаған қазір. Саралап, сараптау, жаңағы баған бір нәрсеге баға беру, бұдан қорытынды жасап, сол өзіңе бір мұнан нақты түрде бұның шешімін шығару деген нәрселер бізде қазір жоқтың қасы, өйткені көрмейміз да қазіргі заманда. Сол жақтарынан қарасақ, біз рухани дамыған жоқпыз біз. Қайта кейін қарай кеттік. Ал ата-қоныстың ерекшелігі, ата-қоныс ол сізді жаңағы кіріптарлықтан, жаңағы ақшаға деген тәуелділіктен түгелдей айырады. Сіз тәуелді болмайсыз ақшаға. Сіздің күнкөрісіңіз онсыз да емін-еркін болады. Мысалы қайта сіздің және сіздің ұрпағыңызды көбейтуде сіз тағы да сол баламды қалай асыраймын, ұрпағымды, жанұямды қалай бағам деген уайым болмайды. Өйткені сіздің 1 гектар жеріңіз сізді асырайды. Ол жердегі жемісін төгіп тұрған ағаштары мен талдары, мысалы өзіңіз отырғызған түрлі жеміс-жидектер, осының барлығы сізді емін-еркін асырайды, және ол ақшаға сатсаңыз да сондай керемет жаңа қаржы болады. Мысалы қазіргі қалалық үрдісте өмір сүріп жатыр бүкіл әлем. Осы уақытта сіздің мысалға табиғи, мысалға емдік табиғи шөптер, бұған деген сұраныс көп қазір. Табиғи жолмен емделу дегендер қазір көбейіп жатыр. Мысалға емдік шөптерге деген сұраныстар көбейіп жатыр. Ал экологиялық таза ортада өскен емдік шөптердің де қуаты, құнары керемет болады. Өте күшті болады. Бұл жан-жақты, бұл ғылыми дәлелденіп те қойылған нәрселер. Мысалы сондықтан оған деген сұраныс көбейеді. Сіз жеміс-жидектен басқа сіз мысалы көптеген шөптердің мысалы жинап, кептіріп, онда сатуға болады. Мысалы ол да ақша. Бал арасын, бұл жерде көліңіздегі ұстап, балық ұстап мысалы сатуға болады. Керемет, небір ағаштар отырғызылғаннан кейін небір құстар келеді ол жерге. Мысалы ол деген құстың сайраған дауысы, ол жердегі кәдімгі табиғат, жаңағы самал жел ескен, жаңағы таза ауа, түрлі гүлдерден, шөптерден аңқыған. Оның барлығы сізді рухани емдейді, жан дүниеңізді емдейді, және денсаулығыңызды күшейтеді. Ол керемет, сізге адамның санасына, миына, адамның ойлау қабілеті жеп отырған тамағына байланысты. Сондықтан сіздің ойлау қабілетіңізді, ақыл ой өресіңізді, денсаулығыңызды барлығы ол тек қана дамиды. Сіздің ұрпағыңызда сол жерде дүниеге келген. Ол тіпті керемет болады. Ауру бала туу деген тоқтайды онда. Қазіргі уақытта мысалға мен енді осы жақтармен тоқтаймын әзірге, айта берсе көп әрине. Бірақ шын мәнінде ата-қоныс бізді осындай қалалық өмірдің әлемді жаулап жатқан жаңағы құрсаулардан бізді алып шығатын жол ата-қоныс. Осы идеяны түпкілікті зерттеп, осы идеяға ден қою керек деп айтам. Осыған біз әрине бірінші демократиялық елді жасауымыз міндетті түрде керек. Одан кейінгі мақсат осы жаңағы демократиялық елді жасап, бүкіл қаражаттардың барлығын көбейтіп дегендей, бүкіл жағдайларды жасағаннан кейін балалардың, көпбалалы аналардың, әрбір жанұяның мысалы жұмыс орындардағы еңбек ақыларын көтеріп, мысалы зейнетақыны көтеріп, пенсияның уақытын төмендетіп, мысалы 50 жасқа, 55 жасқа мысалы сондай түрлі заңдардың барлығын қабылдап қалпына келтіргеннен кейінгі мысалы балаға
мектептегі жағдайлардың барлығын келтіргеннен кейінгі қолға алатын нәрсе, тіпті солармен жанастыра бірге біртіндеп бастайтын жұмыс, бұл әрбір жанұяға 1 гектардан жер беруді қолға алу деп айтамыз. Өйткені ол 1 гектар жер, сіз жан-жақты үлес қосасыз ол 1 гектар жер арқылы. Үкімет мысалға 1 гектар жерді бір жанұяға беру арқылы және оны демеп, оған көмектесіп жіберу арқылы аз қаражат бөліп, үлкен мәселелерді шешеді. Бірінші экологияны түзейді мысалға. Денсаулық түзеледі мысалға ол жерде өмір сүретін адамдардың. Демография, ұлттың саны көбейеді мысалға. Және мынау экономика, ол жерден сатылып жатқан жаңағы өнімдерден түскен қаражат, адами капитал мысалға дамиды. Өйткені дені сау адамнан жоғары білімді, жақсы дені сау адам, жан дүниесі ширақ, еркін өскен мысалға, тар бір бөлмелі пәтерде қысылып қымтырылып айғай-шудың ортасында бәрі жүйкесі жұқарған адамдар, солардың ортасында өскен бала қалай, болмаса 1 гектар емін-еркін табиғаттың ортасында өзімен өзі жүріп, және еркін ойнап күліп жүрген баланың денсаулығы мен жүйкесінің деңгейі қандай болады мысалы. Өздеріңіз байқаңыздар. Соның қай жағынан болсын, ал ол деген сөз, ондай баланың өсуі ертеңгі күні адами, мысалы азамат болып еліне еңбек сіңіретін уақытта, ол жаңағы жан-жақты, әрі тұрақты, әрі ақылды, әрі мысалы денсаулығы мықты, сондай адам болып өседі ондай. Ата-қоныста туып өмірге келген балалар. Ешқандай жүйкесіне де салмақ түспеген дегендей мысалы. Осы ағайын, әзірге осымен тоқтатайын. Бір нәрсе енді түсіндіріп айта алдым деп ойлаймын. Қазіргі уақыттағы билік әлемді жаулап алған, ол баршасына ортақ бір ұғым түсініп, ол жерде билік пен ақша қазіргі басқарып отыр бүкіл адамзатты. Осыған тәуелдіміз біз. Ақшаға тәуелдіміз. Сол ақшаға тәуелділіктен кетсек, және бізді басқарып отырған, мысалы осы чипированияны жасап, бізді қалаларға жинап алған, сондай бір үрдістердің, сондай адамға кері әсер беретін жағдайлардың бәріне біз кетсек қана, біз өзіміздің өмірімізді түзетеміз ағайын. Сол айтарым. Сондықтан ата-қоныс идеясын зерттеңіздер, біліңіздер, осыны әлде тереңірек ұғыныңыздар, оған өздеріңіз үлестеріңізді қосыңыздар, сөйтіп бірігіп сұраныс жасасақ, біз оған да жетеміз. Владимир Мегрен кітаптарын оқыңыздар, «Звенящие кедры России» айдарымен шыққан 10 шақты кітабы бар. Және олар «Родная партия» деген партия ашқан Ресейде. Ол жердегі заңдарды оқып зерттеп көріңіздер мысалға. Солай жан-жақты қарастырып, зерттеп, бұның нақты жаңағы түбегейлі түсініп, соны елге, қазақ еліне әкелейік, ұлттың болашағы үшін қызмет жасауға осыған жаратайық сол идеяны ағайын. Осы айтарым, аман сау болыңыздар.